Қайырлы күн, қыз-келіншектер каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен осындай қанатты жасауды үйрететін боламын. Бұл молд. Оған керекті бізге эпоксидный смола, двухкомпонентный, одан кейін одноразовый стакан және түрлі палочкалар. Осындай горелка, үй жағдайында осындай кішкентай түрін қолданамыз. Бұндай таппасаңыздар, мынандай менде істесеңіздер болады. Одан кейін өзімізге маска, міндетті түрде перчатка және алжапқыш скотч және таразы. Одан кейін осындай листовый паталь салатын боламыз. Процесс барысында көресіздер. Неше түрлі красителер қолдансаңыздар болады, өздеріңіз қалаған түсте. Түрлі түсті осындай блесктарды салсаңыздар болады смолаға. Өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Жидкий паталь бұл. Оны да қазір түсінесіздер. Бұл пигменттер. Неше түрлі пигменттер қоссаңыздар жылтырап тұратын болады. Бірінші жасайтын жерімізге өстіп пищевой пленка немесе дастархан немесе клеенка төсеп алсаңыздар болады. Өйткені эпоксидный смола тиген жерінен кетпейді. Егер бір жеріңізге тиіп кетсе, онда влажный салфеткамен немесе дымқыл губкамен сүртіп жіберсеңіздер болады. Бұл жерде бірінші смоланы өлшейміз. Смоланың өзін мен 100-ге құйып алдым. Менде бірақ артық болып кетті. Сіздер 80 құйсаңыздар болады. Отвердительді соны жартысы, мысалы мен қазір 100 құйсам, мен 50 құям. Мен 46 құйдым, бірақ сіздер 80 құятын болсаңыздар 40 немесе 39-38 құйсаңыздар болады. Бірақ асып кетпесін қыздар. Осындай палочкамен 3 және 5 минут аралығында араластыратын боламыз. Мұқият араластырамыз қыздар. Екі жаққа араластыратын боламыз. Екіге бөліп аламыз. Мен екі түрлі түспен жасаймын. Біріне краситель қосатын болам, ал біреуіне паталь қосатын болам. Листовой патальды. Бұндай молдты сіздер 4200, 5000, 3800 деген аралығында таба аласыздар. Міне скотчпен манағы осылай молдымызды тазалап аламыз. Шағын тұрып қалатын болса, осылай тазалап алатын боламыз. Жабысқақ жағын айналдырып. Молдымызды түзеу жерге қоямыз. Эпоксидный смоламыз 6,5, 5,5 сондайда тұрады 1 килограммы. Мен сіздерге төменде міндетті түрде магазиндердің ссылкаларын қалдырып кететін боламын. Қай жерден алғаным туралы. Әр түске әр түрлі палочка саламыз, өйткені бір-біріне араластыруға болмайды. Мен осындай изумруд түсті красканы қолдандым. Сіздер қара, қызыл, немесе тағы да басқа түстер қолдансаңыздар болады. Пигменттерді салсаңыздар да әдемі шығатын болады. Ақ түспен де әдемі қанат шығады. Қыздар, бұны бірінші рет жасап атсаңыздар, қолдарыңыздан келетініне мен деген сенімім мол. Өйткені мен де мына қазіргі видеода қанатты бірінші рет құйып жатырмын. Осыған шейін мен сағат, трюкитажкаларды жасап жүрдім. Қанатты енді сіздердің көздеріңізше бірінші рет құйып жатырмын. Өзіңізге керекті түс шыққанша красительді құйсаңыздар болады. Қою болса көбірек қосыңыздар. Бұл краситель біразға жетеді, сондықтан бір алып қойсаңыздар болады. Кез келген краситель болмайды, бірақ эпоксидный смолаға арналған өзінің красителі болады. Түсін анықтап алу үшін өстіп жерге құйсаңыздар болады. Сонда қандай түс екенін білетін боласыздар. Екіншісіне мен листовый паталь салатын боламын. Осындай түрде листовый паталь. Мұқият осылай пинцетпен салатын боламыз, өйткені ол жабысып қалады тез. Әдемі блеск береді паталь. Золотой түсті және серебро түсті болады. Мен бүгін серебро түсін қолданып жатырмын.
өйткені мен көп затты золотой түсті қолданамын. Мен 2 листовой паталь қолдандым. Сол сіздерге жеткілікті болады. Бұны мұқият араластырамыз. Бәрі смолаға батқанша. Сұрақтарыңыз болса комментарияда жазып кетсеңіздер болады, қыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылып отырсаңыздар болады. Өстіп екі жағынан қоятын боламыз. Сіздер бір түспен жасасаңыздар да болады. Араластырсаңыздар да болады блескпен. Осындай горелкамен үстіне шыққан көпіршіктерді кетіретін боламыз. Болды, осыдан кейін біз немізді қозғамаймыз. Осылай менде 12 сағатта қатты. Молттан шешіп алу өте оңай. Жан-жақтарын бірінші босатып аласыздар. Бір жағын шығарып, сосын осылай шешетін боласыздар. Менде кішкене қалып қойды деп айттым, қыздар бана. Содан мен үйдегі бір аяқшаға құйып қойдым. Осылай болып шықты. Бұған бірақ қыздар ыстық тамақ салмаймыз молтқа. Декоративный, мысалы, өздеріңіз сырға сақиналарыңызды салып қойсаңыздар болады. Менің эпиксенный смолам бұл ыстыққа шыдамайды, сондықтан мен күннің көзіне қоймаймын. Енді жидкий патальды осылай сәндік үшін қанаттың ортасын бояйтын боламыз. Бұның иісі өте қатты, қыздар, лак иісі секілді. Сондықтан бөлмені форчикасын ашып қойсаңыздар, иісі кету үшін. Бетіңізге міндетті түрде маска тағып алыңыздар. Өйткені тамағыңызға тұрып қалуы мүмкін иістері. Өстіп кестішкімен бояйтын боласыздар. Жан-жағын влажный салфеткамен тез сүртіп жіберсеңіздер болады. Бірақ кестіға паталь қатып қалатын болады. Сондан кейін кестік келесте жарамайды. Сұйықтық болады, патальды ерітетін. Сондай салсаңыздар болады. Және осы украшенияларыңызды салып қойсаңыздар өте әдемі көрінеді, қыздар.